құрметті ұстаздар, құрметті біздің өзіміз басқару ұйымының мүшелері, бүгін біз сіздермен 16 желтоқсан ел тәуелсіздігіміздің мерекесіне орай жоспарға сәйкес білім беру ұйымының мәдениетін қалыптастырудағы негізгі құндылықтар тақырыбындағы осы директор сағатына сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Енді жалпы бүгінгі тақырыбымыз осы біздің мектеп ұйымдағы мәдениетті қалыптастырудың негізгі құндылықтарға мән беріп осыға тоқталатын боламыз. Енді жалпы бүгінгі осы директор сағатының негізгі мақсаты білім беру ұйымының құндылығын айқындау, қатысушылар арасында пікір алмасу арқылы ортақ мәдениет қалыптастыру болып табылады. Не мақсат? Ал негізгі бүгінгі диалогтық ашық алаң, сіздер барлықтарыңыз осы диалогтық ашық алаңға келіп отырсыздар. Осы диалогтық ашық алаңның негізгі мақсаттары ашық коммуникация орнату, барлық қатысушылар өз пікірін еркін білдіру. Бүгін барлығы ашық, әрқайсыңыз осы тақырыпта өз ойларыңызды жеткізіп отырсаңыздар, өз ойларыңызды білдіріп отырсаңыздар, өте тамаша болар еді. Және де екінші мәселе, мәселелерді бірлесіп талқылау, білім беру процесінде қиындықтарды ортақ шешу. Одан кейін үшінші, сенім мен серіктестік құру, мектеп қауымдастығы мүшелері арасында өзара түсіністік қалыптастыру. Жаңа идеялар мен ұсыныстарды жинау, инновациялық шешімдер ұсыну болып табылады. Сондықтан да бүгінгі алып отырған тақырыбымызда кез келген қиындықтарды бірлесе отырып, ұстаз бен оқушы болып бірлесе отырып шешуге және өзара бір-бірімізбен түсіністікке қалыптастыруға және жаңа идеялар, ұсыныстар айтуларыңызға болады бүгінгі күні. Енді жалпы осы кіріспеге тоқталатын болсам, білім беру ұйымының мәдениеті оқу орнының құндылықтары, нормалары, дәстүрлері мен қарым-қатынас стилінен тұратын орта болып табылады. Және мектептің рухани бет бейнесін айқындайды. Сонымен қоса мәдениет білім сапасын арттыруда негізгі фактор болып табылады. Енді бұлай тоқтала кететін болсам, жалпы біздің ортамыздағы ата-ана, ұстаз, оқушы арасында ортақ сенімділік болу керек, бір-бірімізге жалпы құндылық болу керек, нормалар болу керек және дәстүрлі қарым-қатынастар. Сонымен қоса, бұл біздің мектебіміздің бет бейнесін көрсетеді жалпы. Біздің күнделікті осы мектептегі жалпы болады және оқушылар тобы болып екі топқа бөлінесіздер. Енді бұл жерде біз өзін-өзі басқару ұйымы біздің мектебіміздің осы мектептің тыныс тіршілігін әрі қарай жалғастыратын, осы сайлау арқылы өздеріңіз сайландыңыздар осы отырған оқушылар. Сондықтан да сіздерді осы пікір таласқа шақырып отырған себебіміз де сол. Сіздер әрқайсыңыз бағдарлама жасадыңыздар, осы мектептің жұмысын алға қарай жалғастырамыз, жылжытамыз деген сияқты. Сондықтан да спикерлер өздеріңіз орталарыңыздан бір-бір спикер сайлайсыздар қазір сөйлер кезде. Сондықтан да мұғалім ұстаз ретінде құндылықтар мен тәрбие, тәжірибе туралы айтатын болса, оқушы өз көзқарасы, мысалы мектепте қандай сіздер құрмет жасап жатсыздар, әділдікке қандай әрекет жасап жатсыздар, сол жайлы өздеріңіздің пікірлеріңізді айтатын боласыздар. Бірақ біздің ортамызда қонақ бар, ол біздің мектебіміздің психологы Жазира Әлібекқызы. Бұл кісі сыртты қонақ болып есептеледі, сырт көзбен екі топты да бағалайтын болады. Сондықтан да мен қазір сіздерге мынандай сұрақтар қойғым келіп отыр. Сіздің ойыңызша ұйым мәдениеттің басты құндылығы қандай деп ойлайсыздар, ұстаздар қауымы? Сіздердің ойларыңызша ұйым мәдениеттің басты құндылығы не болып саналады? Қазіргі таңда осы құндылыққа өте көп мән беріліп жатыр. Білімнің өзі құндылық арқылы берілу керек, тәрбиемен білім бірге ұштасу керек әрбір 45 минут сабағымызда. Сондықтан сіздер қалай ойлайсыздар? Ұйым мәдениеттің басты құндылығы қандай деп ойлайсыздар? Пікірлеріңізді білдіре беріңіз. Ретінде өзгелік оқушылар құрметпен қарау. Отырып сөйлей берейік, ашық түрде отырып бір-бірімізбен ашық әңгімелесейік.
Үйім мәдениетінің басты несі жауапкершілігі адалдығы деп ойлаймын. Енді адалдық жүрген жерде әрқашанда барлығы оқушы мен мұғалімнің ортасындағы адамгершіліктің адалдығы болған дұрыс деп ойлаймын. Әділдік болған жерде, тепе-теңдік болған жерде, енді қанша дегенмен ұстаз жоғары тұрып, оқушы өз орнын білсе, бұл да мектептің жаңағы әділдігі деп ойлаймын енді. Адалдығы, иә. Ең бастысы осы адалдықтың ішіне барлығы сияқты. Бастығы деп ойлаймын. Сіздер өзін-өз басқару ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Басты құндылығымыз не деп ойлайсыздар? Тәрбиелеу. Мысал келтіре отырып Академиялық әділдікте. Академия. Оны қай немен дәлелдейсіз? Мысалы, әділдік болмаса, мұғалімнің жұмыс істеуіне сын көзбен қараса, оның біліміне оқушы мін тақса, ол іс болмайды десе. Кодексін ұсынуға беріңіздер маған. Жаңа қаншама құндылықтар бойынша әңгіме қолданды, енді содан не ой түйдіңіздер? Келіңіздер, былай айналып келіп мына жаққа Ең керекті. Жаңа айттыңыздар ғой, ашық не академиялық адалдық не дейді. Оның не үшін керек? Қандай құндылық керек? Мен деген құндылығын ұсынамын, яғни әр ай сайын кіші қызметкерлерге көмек ретінде әркім өзінің отыратын кабинеттерін жинап тазалықты сақтаса. Мен ынтымақтастық құндылығын айтқым келеді. Мұғалім мен ата-ана арасындағы қарым-қатынас. Мұғалім ата-ана, оқушы біліммен айналысу туралы айтқым келеді. Мысалы, балалардың кітапқа деген қызығушылықтарын арттыру керек. Мен ұсынатын құндылығым ол жауапкершілік, яғни балалардың сабақтан қалмауы және де сабаққа уақытылы келіп, сабаққа қатысуы. Менің айтқым келген құндылық ол дәстүрлер мен рәсімдер, яғни туған күні болған мұғалімдер немесе оқушылардың көңіл-күйін көтеру үшін құттықтау іс-шараларын жасау. Осындай құндылықтарды жаздық. Бірінші құндылықтарға ашықтық, әр бала өз ойын еркін жеткізе алуы, шешімді тез әрі қорықпай еркін қабылдау. Екіншісі бізде ол сенім. Мұғалім мен оқушылар арасындағы сенімділік. Сенім бар жерде адамдар қателесуден қорықпай, идеяларын ашық, ойын түсіндіре алады. Үшіншісі бізде құрмет, өзгенің пікірін, мәдениетін және уақыттың және еңбегін қадірлеу. Төртінші ол бізде жауапкершілігі. Өз әрекетіне есеп беру, тапсырмаларды уақытымен орындау, ұйым ерекшелігін сақтау. Адалдық, шыншыл болу, әділ әрекет ету және ұйымның беделін сақтай білу. Осындай соңғысы бізде әділдік, ол барлық қызметкерлерге тең мүмкіндік беру, еңбекті бағалау, әділ болу. Енді сөйлеп кетіңіз. Бізде бұлар құндылықтар кодексі, яғни осы мектеп ішіндегі болу керек кодекстер. Ол біріншісі ол дәстүрлер мен рәсімдер. Екіншісі миссия және құндылықтар. Үшінші қызметкерлердің шешім қабылдау және өту. Бес құқық стандарттары, миссия және құндылықтар. Осы бесеуін құндылықтар кодексіне кіргізеді. Академиялық әділдік және соңғысы. Біздің түйген ойымыз құндылықты бес түрін алып шықтық. Ынтымақтастық, біріншіден жауапкершілік, әділдік, сапа және ізгілік деп құндылықтың бес бағытын алдық. Енді ынтымақтастық құндылығында оқушы мұғалім ата-ана арасындағы түсіністік болу керек. Әділдікте баршаға мүмкіндігінше әділ болуымыз керек. Сонымен қатар сапада біз білім мен тәрбие беруден жоғары стандарттарға ұмтылу, яғни оқушы мен мұғалім арасындағы
әр оқушыға тұлға ретінде қарауда біз ізгілік құндылығын алып отырмыз және жауапкершілікте әр істі адалдықпен атқару. Осы 5 құндылықты біз ұсынып, осындай неге келіп отырмыз бүгінгі ашық алаңдарға келген болуымыз арқылы. Енді кодексті әріптестеріміз көрсетеміз. Біз енді осы құндылықтарды қорытындылай келе, мынандай бір кодекс ұсынайын деп отыр. Оның ішінде біріншісі мінез-құлық, әдеп кодексі, заң және де тәртіп кодексін, еңбекқорлық және де қауіпсіздік деп алып отырдық. Енді бұның ішіне қарап отырсақ, мінез-құлыққа ол уже әрбір адамның ортасындағы қарым-қатынасын бәрі кіріп кетеді. Әдепке де сол адамның несі кіреді. Заң және тәртіпке жаңағы оқушылардың тіпті формасы, мұғалімдердің арасындағы әрбір тәртіптің жаңағы заңға бағынатынымыз, жаңағы жұмыстан қалмауымыз деген сияқты ғой. Соның барлығы жауапкершіліктің бәрі заң болғаннан кейін, заң мен тәртіп дегеннен кейін бұның ішіне бүкіл неміз кіреді біздің. Еңбекқорлық, енді еңбекқорлықта әрбір ұстаз ізденеді, дамиды, әрі қарай білім аламыз. Мысалы үшін келешекте әрбір алдымыздағы тәрбиеленушілерге жаңағы білімімізді беру үшін еңбекпен жетеміз ғой әрбір неге. Және де қауіпсіздік бұл жерде әр мұғалім әрбір сабақ болсын, қай уақытта болсын біз балаларымызды ең бірінші қауіпсіздігін ойлап отырамыз. Әрбір сабақта да ол қауіпсіздік сабақтары да өтіліп отырады, және де біз тәртіппен қоса осы қауіпсіздікті қоса алып отырамыз. Құрметті бүгінгі пікірталасқа қатысушы ұстаздар және мектебіміздің өзін-өзі басқару ұйымының оқушылары, бүгін міне біздің Гүлшат Бимендина мұғаліміміздің білім беру ұйымының мәдениетін қалыптастырудағы құндылықтарға байланысты негізгі басты құндылықтар сағатына қатысып отырмыз. Өте бүгінгі пікірталасымыз тартымды, қызықты болды деп айта аламын. Өйткені біздің оқушыларымыз өздерінің жас ерекшеліктеріне қарамастан, өздерінің ішкі жан сезімдерін, ішкі өздерінің мәселелерін еркін, шынайы жеткізе білді. Мұғалімдерімізбен тепе-теңдікте сақталды деп айтуға болады. Бүгінгі біздің пікірталастан оқушыларымыз өздеріне нақты басты құндылықтарды бойларына сіңіре алды. Алдағы уақытта осы өзін-өзі басқару ұйымы болсын, мектебіміздің оқушыларына осы жалпы құндылықтарды әрі қарай дамытуға, әрі қарай өздерінің жаңа сенімділіктерімен жұмыс істеуіне үлестерін қоса берсін деп тілек айтқым келеді. Бүгінгі пікірталас сабағы өте тартымды, қызықты өтіп, өз мәресіне жетті деп ойлаймын. Жалпы қорыта келе, бүгінгі парламент ұйымының оқушыларына өз рахметімді айтамын. Өйткені өздерінің жаңағы ішкі сезімдерін нақты, шынайы жеткізе білгендіктері үшін. Үйім мәдениеті, білім сапасын, тәрбие жұмысының тиімділігі, мектеп климаты мен абыройын арттырады. Негізгі құндылықтарды жүйелі қалыптастыру оқу орнының дамуының негізі болып табылатындығымен түйіндегім келеді. Енді осындай диалогтық алаң, ашық пікір алаңы әрбір ай сайын болса да артық болмайды. Сондықтан да мен де барлықтарыңызға алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі ашық алаңға келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамын. Ісімізге сәттілік болсын. Осы құндылықтар кодексін сақтап, әрқайсымыз жаңағы өз мәдениетімізді сақтай білейік. Рахмет.